Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Баршаңызға мәлім 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күннің мақсаты отбасы мәртебесін көтеру, қоғам назарын отбасы құқықтарын, құндылықтарын нығайтуға аудару болып табылады. Адам бойындағы ізгі қасиеттер ең алдымен отбасынан бастау алады. Сондай ізгі қасиеттердің бірі ол отбасындағы кітап оқу үрдісі. Өйткені кітап оқу әрбір адамның бойындағы әлеуметтік бағалы қасиеттерін дамытып, түптеп келгенде саналы, ойшыл қоғам қалыптастыруға әсер етеді. Олай болса, кітаптар туралы, оның ішінде отбасылық тәрбие, құндылықтар туралы суреттелетін әдебиетіміздегі кейбір көркем шығармалар жөнінде тоқталмақпыз. Бауыржан Момышұлы, «Ұшқан ұя». «Ұшқан ұя» романы Бауыржан Момышұлының мемуарлық шығармасы. Шығармада авторының балалық шағындағы өмірі өзек болған. Жазушы өзінің тұлға ретінде қалыптасуына отбасы себепші болғанын баяндап, отбасы мүшелерінің өзіндік бейнелері мен әр қырынан танытқан. Бұл шығармада қазақтың салт-дәстүрі, ғұрпы, ұстанымы, дүниетанымы әсерлі бейнеленген. Кітапханамыздың кітап қорындағы жайпақ баспалы және нүктелі бедерлі қаріп түріндегі нұсқасы бар. Егер сіз бұл шығарманы оқымаған болсаңыз, міндетті түрде оқып көруге кеңес береміз. Зейнеп Ахметова, «Шуақты күндер». Бұл кітап тәлім-тәрбие мен үлгі өнегеге толы. Мұнда Бауыржандай батыр ұлдың болмысы халыққа өзге жағынан суреттеліп, үлгілі әке, қамқор ата қыры ашылып көрсетілген. Онан бүгінгінің өзекті мәселелеріне нақты жауаптар алуға болады. Атамның қасында отырып шай құйып беруді, күнделікті дағдылы тіршіліктің еш қайсысына теңемеймін. Бұл деген мен үшін өзгеше бір үлкен дәреже. Ұсынған кесені қолымнан алып шай ішуі маған істеліп жатқан ерекше құрметтей сезінемін. Атамның ақ жүрегінің мейірімді шуағына бөленіп, даусын естіп, жүзін көріп отырғаным үшін тағдырыма мың мәрте рахмет айтамын. Деген жолдардың өзінен ақ әрбір қазақ отбасында орын алу керек үлкенді құрметтеу үлгісі деуге болады. Және дәл осы шығармада Бауыржан Момышұлы атамыздың әңгімесінен отбасы туралы мынандай үзінділер келтірілген. Ерлік аспаннан түспейді, ол отанды сүюден туады. Ал отанды сүю үй ішіңнен, отбасыңнан өседі. Ата-ананы, апа-қарындасты, аға-ініні сыйлап құрметтеген халқының да қадіріне жетеді, делінген. Ұлы Абайдың қара сөздерінде осы тақырыпта не делінген екен? Назар аударып көрелік. Балаға тәрбие, білім беру хақында айтылған өсиеттері жетерлік. Кейбіріне тоқталатын болсақ, мысалы 7-ші қара сөзінде балаға ақыл үйрету, насихат тыңдау мәселелері туралы былай дейді. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Біреуі білсем, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Ал 10-шы қара сөзінен үзінді келтірер болсақ, біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Дегендерді айта келе, баланы дұрыс жолда тәрбиелеу үшін ата-ана өзін дұрыс игі істер жасау қажет екенін меңзейді. Ей жүрегімнің қуаты перзенттерім деп басталатын 38-ші қара сөзінде Абай Құнанбайұлы адамның адам атына сай болуы, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болатындығын айтып, былай дейді екен. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі ізденгендей болғанша.
Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады делінген. Яғни ұлы Абай балаға қандай да бір жақсы дағдыны қалыптастыру үшін атана өзі күш салу керектігін, басында еркінен тыс үйренсе де, кейін баланың өзі-ақ сол жақсылыққа, игі іске шынайы көңілмен қарайтынын, сондай дәрежеге жететінін айтқан екен. Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа. Ал бұл шығарманы балаңыз оқымаған болса, міндетті түрде оқытыңыз немесе оқып беріңіз. Жанұядағы жылы қарым-қатынастарға куә болып, басты кейіпкер Қожаның естеліктері арқылы отбасындағы әке мен ананың қадір-қасиетін ұғындыра түсінетін шығарма деп ойлаймын. Қадір менің әкем. Шіркін, дүние десеңші. Әке деген сөз айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар менің әкем өйтті, менің әкем бүйтті. Менің әкем ананы сатып беретін болды, менің әкем мынаны сатып беретін болды деп мақтан шетіп жатады. Ал мен болсам, әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда мен 2 жастам. 2 жасар ақымақ не біледі, не түсінеді. Сол кеткеннен абзал әкем мол кетті, оралмады. Қайран әкем, егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан гөрі басқадай болар ма едім, кім біледі. Жер әлемді шулатып, сотқар Қожа атанып жүргенім әкесіз жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері кейде жарықтып, әкем мынандай еді деп еске алып отыратын. Шіркін, менің әкем тірі болса деп, бала Қожа еріксіз әкесін есіне алып, сағыныш сезіміне беріп кетті. Отбасындағы әке орны бөлек, Асқар Таубай деген жолдардың өзінде әкенің бала өмірінде ойып тұрып орын алатын орны туралы әсерлі де әдемі үзінділер бар. Баланың анаға, әжеге деген қарым-қатынасы жайында жып-жылы суреттелген шығарма. Айтпақшы, биыл республикалық бір ел бір кітап акциясы бойынша да Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары жалпы халықтық оқылымға ұсынылғанын да айта кету керек. Сонымен қатар біздің кітапханамыздың кітап қорында да Бердібек Соқпақбаевтың жайпақ баспалы және нүктелі бедерлі қаріп түріндегі кітаптарымыз бар. Келіп алып оқуларыңызға болады. Отбасы хрестоматиясы сериясы бойынша жарық көрген әлдиден эпосқа дейін және салт дәстүр сөйлейді кітаптарын да оқуға ұсынамыз. Баланың көкірегін құндылыққа толтырып, ой өрісін кеңейтетін фольклорлар жинақталған бұл кітаптар 1 жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді деген тағылымды сөздердің іздерінен құрастырылған. Ұл мен қызына жақсы тәрбие беруді, кемел келешегін қалыптастыруды көздеген ата-ана үшін өте пайдалы кітаптар болмақ. Біздің кітапханамыздың кітап қорында бұл кітаптың жайпақ баспалы қаріп түріндегі және дыбыстандырылған аудио түріндегі нұсқалары бар. Сонымен қатар күйеуі Мұртаза тұтқындалғаннан кейін 3 баласымен қалып, колхоздастыру науқанның құрбаны болған балаларының болашағы үшін күрескен шығарманың басты кейіпкері Барысханның анасы Айша туралы жазушы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша романын оқуға да кеңес береміз. Ұлы ойшыл Жүсіпбек Баласағұн. Бала нені білсе жастан ұядан, өлі өлгенше соны таныр қиядан десе. Жүсіпбек Аймауытов баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт күнде көрген өнеге деген екен. Бүгінгі халықаралық отбасы күніне орай жарияланған библиопостымыздың мақсаты атаулы күнмен құттықтай отырып, барлық отбасыларды кітап оқуға шақыру. Олай болса, отбасы күні құтты болсын. Отбасымызбен кітап оқып, рухани бай қоғам құруға атсалысайық.